Екі қатын ұстап тұрған, білмейсің ме? Біреу баян жаян, біреу жаңа Динара, екеу бір екі бай еркек ұстап алған. Қазір деген тек жерге түкірігі түспей тұр сол екеуі. Бірақ істеп жатқан бір қазақша сөйлеп еліне жан ашымайды. Істеп жатқандарын бәрі тек ол өздері пайдайды, сол жаққа ешкім ештеңе көрмейді. Тек өтірік әңгіме кеше ана показ күшті болып жатыр енді масқара. Қарадым жаңа Динара Сәтжанмен. Жұрттар жазып жатыр, мына қалай қарауға болады, қай жаққа барып келсек, бұл жерге арнайы шақыртқан адамдар келеді деп қойды. Ол арнайы шақыртқандарын көріп отыр. Жаңағы байлары осы үкіметтің шөпке шығарылары, соны қатындар бастары қақайып отыр бар. Бір кедей жоқ айтып, жаңағы ең болмаса қатысқан қыздар көрініп тұр. Дизайнердің жұмыстары, бірақ көбісінің материалдары арзан көрініп тұр, мынаусы жоқ екен шамалы. Бастары бар, мынаусы жетпей тұр. Соны енді хотя поддержка бердің ба сен баян шаян? Қазақстан олардың қазақша. Құрметті қазақ елі, мен сіздерден кешірім сұрай отырам. Бірақ баяннан емес, өзімнің кейбір артық сөзім. Бұл сөз менде ашу үстінде неге болды? Ана тілімді қорғау мақсатында олардың қазақша сөйлемеген өрескел қылықтары, Ақтөбеге менің туған жеріме барып, Динара Сәтжанның қазақша ешқандай қатысы жоқ заңға қайшы кеш өткізуіне байланысты ашу үстінде айтылды. Бірақ та мен енді Тоқаев президенттен өтініш, біз қашанға дейін қазақ тілі үшін осылай күресуіміз керек. Қалай біз қазақ тілді заңдастыруымыз керек. Қазақ тілі бірінші болып, тек қана қазақ тілі болып заңдасуын қалаймыз. Бүкіл халықтың атынан. Қашанға дейін біз қазақ тілі үшін осылай әркімнен таяқ жеп, әркімнен сөз естіп, ауру, мені балағаттады. Мысалы, сосын мен ашу үстінде осындай сөзге бардым. Сондықтан сіздерден өтініп сұрайтынымыз, қазақ тілін заңдастырамыз. Қазақ тілін заңдастыруларыңыз керек. Ана тілдің мәртебесін көтеруіміз керек. Біз сол заңды Я думаю, вы сейчас скажете: ну, Шайпа, я тебя знаю, мы в Алтынхане встречались. Нет, я отдельно вам пришла, поздравила Мульдер и вас. Самые лучшие ведущие. Все, спасибо. Девочки. Диана, расскажи, пожалуйста, как называется произведение, которое ты сегодня исполняла? «Охота за бабочкой». Как долго ты готовилась к нему? Примерно месяц. Месяц? Да. И ты, Диана, можешь прям по нотам играть, да? Любое произведение? То есть ты можешь открыть... Ну, не прям любое, мам. Нужно выучить, по нотам посмотреть. Ну, имеется в виду, ты можешь открыть, да? Нотную тетрадь. Ноты сами. Ноты сами. Да. И увидеть, и прям сыграть, да, по нотам? Ну, не прям сразу, мам. Нужно научиться, да? Да. Слушай, это очень круто, потому что я так и не научилась разбираться в нотах. А ты молодец, малышка. Спасибо. Ты прям знаешь все ноты, как они выглядят, и какую ноту нужно за какой нотой за клавиши нажать, да? Супер.